Бір ауылда шал мен кемпір өмір сүріпті. Олар нан тауып жеуге жағдайлары болмай өте кедейлікте өмір сүрген екен. Бірде кемпір соңғы ағаш кесектерін жинап, от жағайын десе тамызыққа ештеңе таппапты. Кемпір шалына: "Пешке от жағайын десем, тамызыққа да ештеңе қалмапты. Орманға барып, қайыңды кесіп әкел. Қабығынан тамызық жасайық", дейді. Қарт балтаны алып орманға қарай кетті. Отындыққа ыңғайлы қайыңды іздей бастады. Бірақ ұзақ іздеген жоқ. Ол бірден әдемі қайыңға көзі түсті. Ол қайыңға жақындап шабуға ыңғайлана бастағанда, қайыңның жапырақтары сыбдырлап, бұтақтары қозғала бастады. Сол сәтте қайыңға тіл бітіп, қартқа еңкейіп адам даусымен сөйлейді: "Қария, мені аяй көріңіз. Шабуға қимай-ақ қойыңыз. Сіздің бір қажетіңізге жарап қалармын. Сіз не қаласаңыз, бәрі болады", дейді. Қарт шошып кетіп, тіпті қолындағы балтаны түсіріп алды. "Мен 77 жыл өмір сүріп жатырмын, бірақ мұндай кереметті көрген емеспін", деп ойлады қария. Ол қайыңға тиіспей үйіне құр қол қайтып келіп кемпіріне: "Сен қаласаң, мен саған бүкіл орманды әкелетін едім. Бірақ қайыңға тіл бітіп, кенет адам даусымен оны шаппауымды өтіне бастады. Маған тиісе көрме қария. Сіз не керек болса, сізде соның бәрі болады. Не қаласаң да берейін деп уәде етті", дейді. "Қайың мені шаппашы деп өтінсе, ең құрғанда қабықтарына келмедің бе? Тамыздыққа", деп кемпір жылап жібереді. "Ендеше барып бұтақтарын сындырып әкел. Ең құрғанда қозыларымызға жем болады ғой", дейді. Сөйтіп кемпір шалды орманға қайта жібереді. Ол қайыңға келіп иіліп: "Әйелім бұтақтарыңды сындыруды, олардың жапырақтарын қозыларға беруді бұйырды", деді шал. "Мені кесе көрме", дейді қайың. "Бұтақтарымды да сындырма. Ал кемпірің не қалайды, оның бәрі болады". Солай деп қайың тағы да өзіне тиіскізбейді. Амалы құрған шал ештеңе тындырмастан үйіне қайтуға тура келеді. Шал үйіне келсе, міне ғажап, барлық жерде құрғақ тамызық үйіліп тұр. Кемпір, көрдің бе? Бізде қанша құрғақ тамызық бар", дейді шал. "Тамызық деп масаттанып тұрсың ғой. Пешке жағатын отын жоқ. Неге қайыңнан тамызық сұрадың? Пешті жылыту үшін отын керек қой. Қайыңнан барып отын сұра", дейді кемпір кейіп. Кемпірі құрғақ тамызыққа қанағаттанбай шалға айқайлап үйден қуып шығады. Амалы құрған шал балтаны алып, қайта орманға келеді. Ол қайыңға келіп, оған иіліп тағзым етті де сүйеніп тұрып: "Әдемі қайың, енді маған отын берші. Пешке жағатын отынымыз жоқ", дейді. "Ақсақал, үйіне бар, не сұрасаң соны аласың", дейді оған қайың. Қария үйіне қайтады. Ол үйіне келіп қараса, айнала толы отынды көріп таң қалады. Аула отынға толы, ал кемпірі тағы да көңілсіз. "Неге қайыңнан тек қана отын сұрадың? Бізе ең құрғанда бір уыс ұн да жоқ қой. Барып ұн сұрат", деп тағы қуып жібереді. "Тоқтай тұр, олай істей алмаймын. Жаңа ғана отын сұрап келдім. Енді ұн сұрап бара алмаймын", дейді. Кемпір шалға тағы да дүрсе қоя бастайды. Бар дегенде бар деп оны көсеммен ұрып үйден қуып шығады. Амалы құрған шал орманға қайтып келеді. Қайыңға келіп: "Сұлу қайың, мені кемпірім саған қайта жіберді. Енді бізге ұн керек. Қолыңнан келсе бізге аздаған ұн берші", дейді. "Ақсақал, үйіне бар, не сұрасаң соны аласың", дейді қайың еркелеп. Қарт қуанып тезірек үйіне жетуге тырысты. Қайтып келіп қамбаға кірсе, өз көзіне өзі сене алар емес. Қамба ұнға толып тұр. Қарт бар көрген қиыншылығын ұмытып, өзін бақытты сезінгені сонша бұрынғы мұңын, мұқтажын ұмытты. Ал енді біз әрқашан қарнымыз тоқ болады деп іштей марқайды. Кемпір шалын көріп, үйден жүгіріп шығып, тағы да ұрыса бастады. "Кәрі ақымақ, неге тек ұн сұрадың? Бар енді, 2 сандық алтын сұра", дейді.
Бейшара шалды сыпырғымен ұрып қуып жібереді. Байқұс қарт басын салбыратып тағы да орманға келді. Ол қайыңның басына барып оған иіліп: «Сұлу қайың, кемпірім мені саған тағы жіберді. Ол 2 сандық алтын талап етуде. Ақсақал, үйіңе бар, не сұрасаң соны аласың» дейді қайың. Қария үйіне келіп терезеден қараса, орындықта алтын теңгелерді сұрыптап отырған кемпірін көреді. Алтын теңгелер жалт-жұлт етіп жарқырайды. Шал үйіне кірсе, 2 сандық толы алтын. Сол сәтте қарт есінен танып қалады. Есін жиған шал алтын теңгелерді сұрыптай бастады. «Алтынды ешкім көрмейтіндей сенімді жерге жасыруымыз керек» дейді кемпірі. «Солай ету керек» деп жауап береді қария. «Әйтпесе сонша алтынымыз бар екен біліп қойса, сұрайды, немесе тартып алып кетеді» деп қауіптенеді. Ойланып алтынды жер астына тығып қояды. Жүректері жарылардай қуанған 2 қарттың сонша алтын үшін енді тыныштығы кетті. Олар күндіз-түні тек алтынды ойлаумен болды. Алтын оларға тыныштық бермейді. Олар сандықты біреу ұрлап кете ме деп қорқады. Бірде кемпір шалына: «Шал, сен тағы да қайынға бар. Одан біз ешкімнен қорықпайтындай, ал бізден барлық адамдар қорқатындай ет» деп сұра дейді. Шал қайтадан орманға баруға мәжбүр болады. Сұлу қайынға келіп оған тағзым етіп: «Сұлу қайың, бізді ешкімнен қорықпайтындай батыл, ал қалғандары бізден қорқатындай етші, алтынымызға қол тигізбеу үшін» дейді. Осы кезде қайың жапырақтармен сыбдырласып, бұтақтарын араластырып, сосын қартқа: «Ақсақал, үйіңізге барыңыз, сұрағаныңыз болады. Сіздерден тек адамдар ғана емес, орман жануарлары да қорқатын болады» дейді. Қарт үйіне оралды. Есіктерін ашып үйіне кіріп кемпіріне: «Ал кемпір, қайың біздің тілегімізді орындайтын болды. Енді бізден тек адамдар ғана емес, орман жануарлары да қорқатын болады» дейді. Әне-міне дегенше шалды да, кемпірдің де үстін қалың қоңыр түк баса бастайды. Аяқ-қолдары аңның табанына айналып, оған сояудай тырнақтар өсіп шықты. Олар бір-біріне бірдеңе айтқысы келді, бірақ тілдері байланып айта алмады. Олар тек бір-біріне қатты ырылдағаннан басқа ештеңе де айта алмады. Сөйтіп, екеуі қанағатсыздықтан аңға айналып кеткен екен. Осымен де ертегіміз аяқталды.